Ассалаумағалейкум, сіздермен мен Мереке. Негізі мына жай бір OLX деген мысалы мына площадка алаң бар ғой, рекламалық алаң. Соған енді мысалы бұрын бұлай көне заттарды сататын болды OLX-те. Ал қазір бұған үй, көлік, кез келген затын сата бересің да. Сатқанда да енді мына жерде мен жаңа жарнама бердім. Жарнаманың мәтінін жазуда да бұл жерде не бар екен да. Не дейді, жарнаманың мәтінін жазып сен клиент әкеле аласың. Бұл жерде енді сіздерге айтпағым, клиент сіздің үйді сатып алу керек. Сатып алу үшін мысалы сен мәтінді жақсылап жазуың керек. Ол үшін мысалы қарап отырсаң 80-89 жылғы аралығында мына Жаңаөзен қаласында салынған үй. Мысалы адам квартира деп іздейді, мысалы квартира деп жаздым, точка қойдым да. Ол орталықтағы үй еді, мысалы енді орыстың салынған үй екені рас қой. Центрде орыстың стандартта гарантияда салынған 1000 жылдық үй. Мысалы көрдіңіз ба? Мысалы орыстың қай үй болса да мысалы салынған. Орал болсын, темір жол жанындағы зданиялар болсын, 2 ғасыр, 3 ғасыр болды уже да. 2-ші ғасырға кетіп баратыр. Сол сияқты мынарада центрде орыстың стандартта салынған 1000 жылдық үй деп мысалы мен жаздым да жарнаманы. Жай үй, квартира десең, мысалы адамдар өтіп кетеді, аңғармай қалады, бұл қандай үй деп мысалы мына жаққа обращать етеді мына жерлерге. Мына жерлерде мысалы қандай, мысалы мына жерлерде оқиды описаниесін. Жаңаөзенде енді бөлме деп сөйлемейді, 2 үйлік дейді, үлкен балконы бар бірінші этажда. Жанында нелер бар? Акимат, садик, школ, площадь, ТРК, жол, жібек жол деген базар, стадион. Сосын клиенттер кейбіреулер күмәнданады, сұрайды, құжаттар банкте емес па деп. Мысалы салынған кезден бергі бірінші хозяин, мысалы ипотекада банк арқылы алуға да болады, ипотека арқылы. Өйткені ипотека клиентке жағдай туғызып тұр, ипотекаға да алуға болады деп мысалы. Олар енді банк арқылы ала береді. Жилстрой бар, не бар. Сол мына жерде енді тақырып қой. Тақырып маңызды. Неге Жаңаөзен қаласындағы осы ертеде соңғы салынған микрорайондар ғой, орыстың саясаты кезінде. Соны мысалы центрде орыстың стандартында салынған 1000 жылдық үй. Стандартында деп салайын деп едім, бұл жерге 70 әріп сыю керек, әрі қарай сыймай қалды. Сол мынандай мәтін жазып та ақша табуға болады. Мысалы біреуге мәтін жазып бересің рекламаға, и сонында жазып ақша табуға болады. Саған құнын төлейді. Офер копирайтинг деп айтып жатады, сол сияқты. Офер бас тартылмайтын ұсыныс жасауың керек та, бас тарта алмайтын ұсыныс. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Мысалы өйстіп жарнаманы жасаңыздар. Мен Ақтөбеде де бір досыма жарнама жасап бергем. Ақжар 2 деген аудан, қымбат ауданда, жанында дачада үй сатылатын болды. Сол кезде дачада үй сатылатын болды. Мен оның жарнамасын қымбат ауданнан ең арзан үй деп жаздым. Өйткені ол дачный участок болып кетеді. Анау участок, анау үй салуға арналған ИЖС берілген. Анакі бау-бақша егетін орынға салынған үй, бірақ арзандау болды да. Сразу клиенттің мен бір қышыған жеріне ұстап алдым, не дейді жаңағы. Бойын ұстап алдым да, сол Ақжар жақтан үй алғысы келіп жүрген, бірақ оған ақшасы жетпейді. Соң жанындағы дачадан сатып алды. Ең арзан, ең қымбат ауданнан арзан үй. Ақжар қымбат ауданнан арзан үй деп жаздым. Бір аптаның ішінде өтіп кетті ол үйі. Сол сияқты мынандай табыс табуға болады неден. Жарнама жазып беріп, осындай жарнама істермен айналыссаңыз. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қандай видеолар түсірейін? Сіздер видео түсір десеңіздер, мен шабыттанып отырып видео түсіре беремін. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.